Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың геометрия пәнінен бірінші БЖВ-сын талдайтын боламыз. Бұл бізде 4-ші 90-дікі. Енді бірінші нұсқа. Бірінші нұсқада ең алдымен есепті кіріспес бұрын, құрметті көрермендер, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Бұл арнаның дамуы үшін және де мен үшін өте маңызды. Сол себепті қолдап жіберейік. Бірінші есебіміз радиусы 5 см шеңбер центрінен түзуге дейінгі қашықтық 3 см дейді. Енді мысалы мен бұл жерде сызбаны сызып қойдым. Үлкейтейін кішкене. Радиусы енді 5 см деп тұр. Мысалы мына екеуі 2 радиус қой мына сызбада. Шеңбер радиус. Бұл радиустарымыз бізде қаншаға тең екен? 5 см-ге тең екен. Демек, мына жерде А нүктесі, мына жерде Б нүктесі деп аласыздар ғой. Енді 3 см қашықтықтан деген сөз, мына жерде енді тор көз дәптермен бірге келіп тұр. Мысалы, мынау 1 клетка, 2 клетка, 3 клеткадан кейін бұлай түзу керек қой. Енді мен сіздерге бұлай бүйтіп сызып көрсетейін үзік сызықтармен. Сол кезде мына шеңбердің центрінен 3 см қашықтықта жататын түзу бізде дәл осындай болады. Себебі мына санап шығасыздар. 1, 2, 3 көріп тұрсыздар ғой. Ал екінші Б-сында бізде қанша дейді? 5 см қашықтықта. Демек 5 см санайсыздар. Ол бізде 5 см примерно мына жерде. Тура радиус қой бізде де. Дұрыс па? Бұл екінші сызылған сызығымыз 5 см қашықтықта жатады. Енді 11 см қашықтықта жатады деп тұр, мына жақта берілгенде. Енді бұған да примерно 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Қазір мына жерден түсіреміз. Мына жерден түсіреміз. Оқушылар. Бұл бізде 11 см қашықтықта жатқан түзу бізде осы болады. Есепті дәл осылай сызып жазып қойсаңыздар болады. Болды. Бұл бірінші есепте айтылатын нәрсе осы бізде. Тек қана сызба сызу керек. Енді екінші есебімізде былай дейді. Екі шеңбер сырттай жанасады. Шеңбердің радиусы екіншісінен 3 см қысқа. Егер олардың центрлерінің ара қашықтығы 11 см болса, шеңберлердің диаметрлерін табыңыз дейді. Енді екі шеңбер, мен екі шеңберді сызып дайындап қойдым. Сырттай жанасады дейді. Сырттай жанасады деген сөз ол мына екеуінде ортақ нүкте бар. Мышкамен көрсетіліп тұр, көрдіңіздер ғой. Бұл сырттай жанасу дейді. Іштей жанасу болады ма деген сұраққа мына былай алып келсеңіздер, мына екі шеңбер қайтадан жанасып тұр. Бұл бізде іштей жанасу деп айтылады. Ал енді есептің шартында бізде сырттай жанасу деп тұр екен. Және де бір шеңбердің радиусы екіншісінен 3 см қысқа дейді. Егер олардың центрлерінің ара қашықтығы 11 см болса. Енді бұл есепте де мына центрінен центрге дейінгі қашықтық бізде. Демек, екеуінің радиусының қосындысы ғой. Дұрыс па? Мысалы, мынау бірінші шеңбердікін R1 деп алайық. R1. Ал екіншісінкін R2. Екінші радиус. Мынау центрі O1. Мына жерде O2 деп алайық. Дұрыс қой, енді оқушылар бізде айтып тұр, бір шеңбердің радиусы екіншісінен 3 см қысқа дейді. Демек, мынау қысқа болатын, мына кішісінікі қысқа ғой, дұрыс па? Демек, біріншісін R1-ді X деп алатын болсаңыздар, мына жеріміз бізде X минус 3 болады деген сөз. Демек, осы шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы болады осы жер толықтай. Мынау R1 мен R2 шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы. Енді осы жер бізде 11 см-ге тең деп жазылып тұр жоғарыда. Мына жерді көріп тұрсыздар ғой. Демек, сол кезде X-қа қосасыздар X минус 3-ті. Сол кезде 11 шығады деген сөз. 2X тең 3-ті жібересіздер бұлай қарай, 14 болады, X тең 7 шығады.
Демек бізде R1-іміз қаншаға тең екен? Бізде R1-іміз 7-ге тең екен. Ал R2-іміз R2 ол бізде қанша деп тұр? X минус 3 деп тұр. Демек, X-іміз бізде 7 болып тұр. 7-тен 3 азайтасыздар, 4 шығады деген сөз. Шеңбердің диаметрлерін табыңыз дейді. Енді мысалы бірінші шеңбердің диаметрін табатын болсақ, D1 дегеніміз ол бізде мысалы радиусты 2-ге көбейтетін болсақ, диаметр деген жалпы 2 радиус қой бізде. Демек, радиусын 2-ге көбейте саласыздар. 7-ні 2-ге көбейтеміз, ол 2 көбейтілген 7 тең қанша? 14 шығады екен. Ол бізде міне бірінші жауабы оқушылар. Енді D2-ні табатын болсақ, оны да 2-ні көбейтеміз 4-ге. Сол кезде жауабы қанша шығады екен? 8 болып шығады екен. Жауабы диаметрлері 14 сантиметр, 8 сантиметр деп өздеріңіз жазып қоя салыңыздар. Және де құрметті достар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Және де өздеріңіздің сыныптастарыңызбен бұл БЖБ талдауды бөлісіңіздер. Оларға да керек болып қалатын шығар. Енді үшінші есебіміз центрі О болатын шеңберді А және В нүктелері жанайтын түзулер С нүктесінде өзара қиылысады дейді. Мысалы, мынау А түзуі былайынан кетіп жатыр. С түзуі былайынан кетіп жатыр. Б түзуі осылайынан кетіп жатыр астыға қарай. Енді екеуі С нүктесінде қиылысып тұр. Мына жер ғой, сызбасында. Өзара қиылысады дейді. Мына жерде сәл созып салуға да болатын еді. Егер АБО бұрышы дейді. АБО бұрышы 40 градус. Мына жерге жазып қойын бірінші. Бұрыш АБО тең 40 градус екен. Түзулер арасындағы бұрыш табыңыз дейді. Түзулер арасындағы бұрыш осы бізде қайсы? С бұрышы бар. Оны мен не дейін? Альфа деп қоя салайын. Түзулер арасындағы бұрыш ол бізде С бұрышы белгісіз екен. Енді есептің шартын көріп алдыңыздар деп ойлаймын. Мен сызбаны сәл үлкейтейін, құрметті оқушылар. Енді бұл жерде былай жасаймыз. Қайтадан сызықты аламыз да, мына жерден былай қарай түсіреміз. Не пайда болады? Көріп тұрғандарыңыздай үш бұрыш пайда болады. Енді АБО бұрышы дегеніміз, мысалы, Б нүктесі ортасында тұр ғой, ана АБО дегеніміз Б нүктесі ортасында тұрғандықтан, именно Б бұрышын айтып тұр деген сөз бізде. Осы жеріміз бізде 40 градус екен. Ал А бұрышымыз бізде тоже 40 градус болады. Себебі мына екеуі бізде не болады? Радиус болады. Және де бізде мынау екі ОА мен ОБ бізде радиус болады деген сөз. Енді қараймыз, мына жерде бізде АОБ деген не болады? Үш бұрыш пайда болады. АОБ деген үш бұрыш пайда болып тұр. Енді осы жерден нені табу керек бізге? О бұрышын табу керек. Енді үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 градус екен білесіздер. Сол себепті мынау О бұрышын табатын болсақ, точнее АОБ бұрышы деп алайық. АОБ бұрышын табатын болсақ, тең 180 градустан осы 40 градусты азайта саламыз. Мына жеріміз А бұрышта 40, Б бұрышта 40 болып тұр. Тең бөліш бұрыш болғандықтан. Демек, 2 көбейтілген 40 градусты азайта саласыздар. Көбейтетін болсақ 80, 180-нен азайтамыз қаншаны? 80-ді. Ол бізде 100 градус шығады. Дұрыс па? Демек, мынау бізде О бұрышымыз қанша екен? 100 градус шығады екен. Көрініп тұр деп ойлаймын, оқушылар. 100 градус. Енді бізге С бұрышы табылу керек, дұрыс па? Енді қарасаңыздар, мына жерде қандай не пайда болады? Бізде төрт бұрыш пайда болады. Қандай төрт бұрыш? А, С, сосын Б, О деген. Мына жерге қараңыздар, А, С, Б, О деген үш бұрыш пайда болып тұр. Төрт бұрыш пайда болып тұр. Енді төрт бұрыштың біз мына екі бұрышын тауып аламыз.
мына жермен мына жерді. Себебі радиуспен жанасу жанама бар ғой. Олар жанасу қиылысқан кезде, мысалы мына екі жерде 90 градус жасап қиылысады радиуспен жанасу нүктесі. Сол кезде мына А бұрышы мен Б бұрышын именно мынау А, С, Б, О деген төрт бұрыш бойынша 90 градус деп ала бересіздер. Сол кезде енді С бұрышын табу үшін, мысалы былай жаза салайық. С бұрышы тең 360 градус. Демек бізде С бұрышы қанша? 360 градус азайтылған. Міне А бұрышы мен Б бұрышы бізде 90 градустан екеу болып тұр. Демек 2 көбейтілген 90 градус дейміз. Азайтылған және де О бұрышы 100 градус болып тұр. Осыны азайтып жібереміз. Енді 2-ні 90-ға көбейтейік. 180, 360-тан 180 азайтасыздар. 180, одан 100 азайтатын болсаңыздар 80 градус шығады деген сөз. Сол кезде бізде екі түзудің арасындағы бұрышымыз, С бұрышымыз қаншаға? 80 градусқа тең деген сөз. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын, оқушылар. Егер түсініксіз жерлері болса, комментарийге жазасаңыздар. Себебі мен сіздерге қысқадан нұсқа қылып түсіндіріп беруге тырысамын. Енді кейбір жерлері дұрыс айтылмай кеткен болуы мүмкін. Бірақ негізі есепке байланысты бүкіл нәрсе айтылды. Арнаға жазыла отырайық, кейін кірген көрермендер. Және лайк басайық. Енді салу есептері деген тарауды өтіп жатқан шығарсыздар негізі. Сондай тарау бар ғой. Екі тәсілмен АВС дұрыс үшбұрышын салыңыз дейді. Екі тәсілмен. Енді бұл есептерді орындау үшін, мысалы бұл шартты орындау үшін сіздерге міндетті түрде циркуль керек болады. Енді қараңыздар, мен сіздерге бірінші тәсілін көрсетем. Енді мысалы астына дайындап қойған едім. Мына екі жағдайды біз шығара алуымыз керек қой. Мен сіздерге қазір жоғарыда қалай сызылғанын көрсетем. Бірінші мен мынау көк болып тұрған жағдайды көрсетем, сосын мына жағдайды көрсетем. Енді маған мынандай шеңбер керек болады. Бірінші тәсіл деп қойық мына. Бірінші тәсілі. Енді шеңбер керек. Тура осындай тағы да бір шеңбер керек болады маған. Тура осындай тағы да бір шеңбер. Және де екеуін тура осылай орналастырамыз. Мысалы екеуін енді екеуін арасын қосамыз былайынан бүйтіп. Сол кезде мына қосылған жер екі шеңбер ішінде не болады? Радиус болады. Көріп тұрғандарыңыздай радиус болады. Себебі мына жерден былай қарай түсінетін болсаңыздар, ол бірінші шеңберге радиус болады. Ал былай түсінетін болсаңыздар, ол екінші шеңберге радиус болады. Енді оны былай жасаймыз. Мына екеуінің қиылысқан жері бар ғой, жоғарыда. Мына екі жер қиылысып тұр ғой. Так, қазір 1 минут. Енді мысалы мына жер қиылысып тұр ғой. Онымен мынау жерлерін қосатын болсақ та, о жерлерде бізде радиус болады, сол жерлерде. Енді былайынан қосып жібересіздер, тағы да былайынан қосып жібересіздер. Сол кезде міне бізде дұрыс үшбұрыш дегеніміз ол барлық қабырғасы тең, дұрыс па? Барлық қабырғасы тең болатын бізде үшбұрыш салынды. Демек, мына жерде барлық қабырғасы тең болып тұр, себебі мына жерде бәрі не? Бәрі де бізде радиус. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл бізде бірінші тәсіл бола салады сол кезде, құрметті оқушылар. Бірінші тәсіл. Тура екінші суретімізге ұқсайды. Асы бұл үшбұрыш болып тұрған. Мына жерге жазып қоя салайық бізде. Асы АБС үшбұрышы. Тең қабырғалы үшбұрыштың салуының бірінші әдісі. Енді екінші есебіміз тағы да осындай шеңбер керек бізге. Екінші әдіс деп қойық мына жерге.
тағы да осындай шеңбер керек. Енді бұл жерде мен не істеймін? Бірінші мен радиусын белгілеп алайын, оқушылар. Радиусын белгіледім міне. Және де кез келген жерінен, мысалы мына жерден ала салайық. Кез келген жерінен бір не аламыз? Шеңбердің бойынан кез келген бір нүктені қосатын болса, ол бізде радиус емес пе? Дұрыс қой? Мысалы мына жерден ортасын қостық, бұл бізде радиус болды. Дұрыс па? Енді сіздер қазір мынау қызылмен қоршалып тұрған жер бар ғой, міне. Көріп тұрсыздар ма? Мышкамен көрсетіп тұрмын. Циркульдің инесін қоясыздар сол жерге. Сөздер де қайтадан айналдырып бір шеңбер сызсаңыздар болады, немесе ол шеңбердің қиып өтетін жерін белгілесеңіздер болды. Негізі жақсы түсінгілеріңіз келсе шеңбер сызыңыздар. Мен сіздерге қазір көрсетейін оны. Міне, былай апарамыз. Мынау қызыл нүкте радиусы болатындай болу керек қой. Қарап тұрсаңыздар, міне сәйкес келген сияқты, былай да радиус болып тұр. Енді бұның шеңберлерінің қиылысқан жерлерін тағы да белгілеп қоямыз. Міне мына жер қиылысып тұр. Көріп тұрсыздар, және де мына жер қиылысып тұр. Көрініп тұр ма? Енді тағы да шеңбер сызамыз. Тағы да шеңберді әкелеміз де. Так. Дұрыс орналастыруымыз керек. Міне. Қиылысқан жерге міне дәл үстіне түсірдім қайтадан міне. Мына жерге көріп тұрғандарыңыздай. Қайтадан міне. Мына жерге бүйтіп қиылыстырамыз. Одан кейін лайнан алып келейік. Көріп тұрсыздар ғой. Тағы да міне енді сәл-пәл кейбір жерлері сәйкес келіп тұр. Енді мына жерді қараңыздар. Үшеуін көрдіңіздер ғой. Енді лайнан кетеді ары қарай. Осы қиылысқан үш нүктелерді қосамыз. Шыққан осы қызылмен көрініп тұр ғой. Сол үш нүктені бір-бірлеріңізден қосасыздар былай. Сосын мынау сызған нелеріңіз бар ғой. Шеңберлеріңізді бұл түсіндіру мақсатында істелінген, сол себепті өшіріп тастаймыз. Міне. Сол кезде міне дұрыс үшбұрыш сызудың ең қарапайым әдісі осылай болады бізде. Радиус тұра берсін енді. Бұл бізде екінші әдіс. Осылай саласыздар, құрметті оқушылар. Сіздерге осы БЖ пайдалы болды деген үміттемін. БЖ-дан 5 деген баға алыңыздар. Және де құрметті оқушылар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.